Сәлем достар, бүгін біз дәруменге толы асқабақтан құймақ жасаймыз. Ол үшін бізге керек жұмыртқа, тұз, шекер және де асқабақ. Мен жұмыртқаны жарып алдым, енді бұны араластырамын. Бұларды араластырып алған соң, сосын бізге айран, ұн, асқабақ, содасы. Достар, міне жаңағы құймағым пісіп жатыр. Біз ауламыздан асқабақ жинап алдық. Енді асқабақтан кешкі ас дайындаймыз. Достар, асқабақтан кешкі ас дайындау үшін бізге тауық еті керек, картоп керек және асқабақ керек. Сосын дәмдеуіштер керек. Міне достар, асқабақтан дайындаған кешкі асым. Мен жеп көрдім. Өте дәмді болыпты. Сіздер де дайындап көруге кеңес беремін. Сіздерге де ас болсын. Достар, бүгін біз асқабақтан пирог жасаймыз. Ол үшін бізге керегі 4 жұмыртқа, асқабақ және де 250 қант, апельсиннің қабығы, ұн, шекер. Достар, жаңағы асқабақтан жасаған тағамымыз, бұл пирогымыз және согымыз. Пирогтың дәмін татайық. Асқабақтың дәмі шығып тұр ма? Өте керемет. Бұл да өте дәмді. Екеуі де асқабақтың дәмі шығады. Әсіресе маған сол ұнады. Сіздер де осыны жасап көріңіздер.